Баршаңызға сәлем достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода қазақ тілі пәнінен сан есім тақырыбын жалғастырамыз. Біз бүгін 32-36 жаттығулар аралығын қарастыратын боламыз. Бұл бізде 127 сабақ, қазақ тілі пәні 2 сынып. 32 жаттығуға қарайық. Өлеңді мәнерлеп оқы, бірінші тапсырмасы. Яғни қазір мәнерлеп оқимыз. Жетелесіп, қолдасып, шықтық сейіл серуенге, қырқан асып, жондасып, жүрдік еңіс өрменде. Ауыл қалды жырақта, жұбымызды жазбадық, аунап жасыл құраққа, тау қойнауын шарладық. Енді қараңдар, өлеңде жалпы өлең серуен туралы, міне мына жерде қарасаңдар, сейіл деген сөз тұр. Сейіл деген ол серуен деген сөздің синоним, яғни сейіл, серуен, сейіліп қайту дейді, серуендеп қайту, бой жазып қайту деп айтады. Міне сейіл деген сондай сөз. Енді еңіс дегеніміз, балалар, міне мысалы жоғары төбеге шығасыңдар да, мысалы бір төбеде тұрып, былай төменге қарай бітіп түсесіңдер ғой, соны еңіске түсу дейді, еңіске қарай жүру дейді. Көрдіңдер ме, міне еңіске қарай жүру, өрге қарай жүру деп айтады. Яғни егер сендер жоғары қарай көтерілсеңдер, таумен оны өрлеу дейді, өрге қарай жүру дейді. Ал былай еңіске түссеңдер, таудан мысалы түссеңдер, еңіске қарай жүру дейді. Жырақ дегеніміз алыс деген мағынада. Мысалы ауыл қалды жырақта дейді. Көрдіңдер ме? Ауыл алыста қалды дейді. Біз ана алысқа серуенге кеттік деген сөз, Енді осы мәтін, осы өлеңге ат қой дейді, тақырыбын қой дейді. Мысалы мен бұның тақырыбын серуен деп қоятын едім. Жай ғана серуен деп қоятын едім. Міне қараңдар балалар, серуен деп өлеңімізге тақырып қойып алдық. Енді мына жерде осыған байланысты сурет бар екен, міне. Осы жаңағы тақырыпқа, өлеңге байланысты сурет екен. Енді оған ат қойдық. Енді бұл сипаттау мәтін ме, әлде әңгімелеу мәтін ме? Әрине бұл әңгімелеу мәтін, себебі бұл жерде еш нәрсені сипаттап тұрған жоқ, Егер табиғатты сипаттап тұрса, онда біз оны сипаттау мәтін деп айтатын едік. Бұл жай ғана әңгімелеу мәтіні. Тауға шықтық, серуендедік, сейілдеп серуендеуге шықтық деп, яғни жай ғана әңгімелеп айтып тұр екен. Жақсы. Келесі 33-ші жаттығу. Сандарды сөзбен жазып өлеңді көшір. Енді бұл өте оңай. Мына жерде сандар берілген. Сол сандардың барлығын сөзбен жазуымыз керек. Міне 1, 2, 3, ал кәнеки 3, 4, 5, 6, 7, мынау ауыл шеті, 8, 9, 10, ал кәнеки қон. Қадыр Мырзалидың санамақ өлеңі. Оп-оңай. Осылай орындалады. Келесі 34-ші жаттығу. Жаңылтпашты жатқа айт дейді. Енді жаңылтпашты білесіңдер, ол тілімізді біздің жақсы сөйлеуге, әрбір сөзді анық айтуға жаттықтырады, Біздің жаңағы есте сақтау қабілетімізді арттырады, яғни біз жаңылтпаш дегенді жаңылмай тез айтуымыз керек, Бізде жылдамдыққа үйретеді. Көрдіңдер ме? Енді қараңдар. Алакөл, даракөл, алакөлді қара көр, ол көл, мөлдір көл. Көрдіңдер ме? Міне Ескен Елубай атамыздың Алакөл деген көлге байланысты жазған жаңылтпаш екен. Оны осын жаттап аласыңдар, балалар. Енді мына жерде тапсырмалар бар. Алакөл туралы білетініңді айт. Жалпы білетініміз бұл Алакөл дегеніміз бір көл екен, Аты ғана айтылып тұр. Енді жалпы қазір арғардай білетін боламыз не екен. Енді Алакөл туралы үлкендерден, дерек көздерден ақпарат ал дейді. Міне көрдіңдер ме? Егер үйлеріңде мамаларың, папаларың білетін болса, солардан сұрауларың болады. Не болмаса қазіргі кезде интернет желісінде, энциклопедияларда толып тұр, мәлімет деген. Өзің Алакөлге барып көрдің бе, ол саған ұнайма? Енді мүмкін осы жерде менің каналымды қарайтын Алакөлдің балалары бар шығар, Алакөл жақтың балалары бар шығар. Мүмкін сендер болсаңдар, өздерің жақтың жаңағы осы Алакөл туралы сендер не білесіңдер, соны маған комментарийға жаза кетсеңдер болады. Немесе жазда демалуға барғандарың бар ма, Алакөлге барып шомылғандарың бар ма, сол туралы жазып кетсеңдер болады. Ал мен сендерге қазір Алакөл көлі туралы ақпарат айтамын. Міне қараңдар, Алакөл деген мынандай көл екен, балалар. Бұл Алматы облысында орналасқан, қазіргі міне Жетісу облысында. Қараңдар, міне Алакөл дейді, Қазақстандағы Алматы және Шығыс Қазақстан облысының аумағында орналасқан тұйық көл. Көрдіңдер ме? Жаңағы Алматы облысы мен Шығыс Қазақстан облысының аумағында орналасқан тұйық көл екен.
Қазақстандағы ең ғажайып көлдердің бірі. Сонымен қатар аумағы 20 мың гектардан асатын бұл өлкеге денсаулығын түзеткісі келетіндерден басқа теңдесі жоқ көлде шомылу мен балық аулағанды ұнататындар келеді. Көрдіңдер ме? Яғни бұл көлдің суы емдік қасиеті бар екен, денсаулығын жөндейді екен. Алакөл Жетісудың Балқаштан кейінгі үлкен көлі. Ол Алакөл ауданының солтүстік шығыс бөлігін алып жатыр. Көл ағынсыз, солтүстік батыстан оңтүстік батысқа қарай созылып жатыр. Алакөлге 15-тен аса өзен құяды. Көрдіңдер ме? Алакөл жағалауы негізінен төрттік дәуірдің түрлі тау жыныстарынан саз балшық, құмды топырақ, қиыршық тас, ұсақ құмнан тұрады. Көрдіңдер ме? Жағалауында не бар екен? Көл суының қатуы әр қалай дейді. Қыс кезінде қалай қатады? Тайыз бөлігі қараша айының аяғында, орта тұсы ақпанның басында тегіс қатады. Көрдіңдер ме? Яғни толығымен көлдің ортаңғы жағы ақпан айының басында қатады екен. Мұз құрсау 2 айға дейін созылады. Алакөл суында фтор мен бром көп. Көл жағасында қамыс, қия, қоға, шалаң, су қара құмығы, жебе жапырақ, мүйіз жапырақ тағы басқа өседі. Көлден сазан, көксерке, алабұға, шармай балықтары ауланады. Көл маңы құсқа, жылқышы, аққу, шағала, көкқытан тағы басқа бай. Яғни көл маңында осы құстар мекендейді екен. Сондай-ақ бұл көлді әлемде сирек кездесетін, қызыл кітапқа енгізілген реликті шағала мекендейді. Көрдіңдер ме, балалар, қандай қызық, иә? Аңдардан андатра, қамыс мысығы, жабайы шошқа, қамыс түлкісі, су тышқандары бар екен. Міне осы көлдің жағасында, осы көлдің маңайында мекен ететін құстар мен жануарларды да айтып өттім. Міне Алакөл деген осындай әдемі таңғажайып көлдердің бірі екен. Егер де мамаларың білмесе, мамаларың, папаларың білмейтін болса, айта жүрсеңдер болады. Ол осындай тамаша көл, оның жағалауында неше түрлі демалу аймақтары бар. Келіп, Алакөлге келіп демалып кетуге болады екен, жаз кезінде. Жақсы, келесі 35-ші аттығу. Көп нүктенің орнына тиісті сан есімдерді қойып жаз. Міне, мен қойып қойдым. Мысал, бұлар сендер әртүрлі қылып жазсаңдар болады. Мысал, сендер өздерің жастарыңмен аталарың жазсаңдар болады. Аталарыңның жасын, мен жай ғана үлгі ретінде жаздым. Мысал, Асқар 7 жаста. Сендер қазір қанша жастасыңдар? Мысал, 8 жаста, 9 жаста, соны жазсаңдар болады. Атасы 75 жаста деп жазып қойдым. Мүмкін сендердің аталарың 55-те шығар, немесе 57 жаста шығар. Өздеріңе қалай ыңғайлы солай жаза беріңдер, Асқар 1-ші сыныпта оқиды. Мен 1-ші сынып деп жаздым. Мен сендер қазір 2-ші сыныпта оқисыңдар, немесе 3-ші сынып деп жазыңдар, 4-ші сынып, 5-ші сынып, әр қалай жазыңдар. Бірақ оның жасы сай болу керек сол сыныпқа, Ол атасымен жайлауға барғанды ұнатады. Енді сан есімдер тап. Бұл жерде 7, 75, 1 деген, сан есімдер. Олардың қай сөзбен байланысып тұрғанын айт. Енді міне 7, Асқар 7 дегеніміз, ол жаңағы мына Асқармен байланысты, Асқармен жасымен байланысты, екеуімен де байланысты. Мысалы, қанша жаста? 7 жаста. Кім? Асқар. Көрдіңдер ме? Енді арғаттай 75 жаста деген сөзбен байланысты. Ал 1 деген сөз ол сыныпта деген сөзбен байланысты. Себебі ол 1-ші сынып деп айту керек біз, жас деген сөзбен байланысты емес. Жақсы, арғартай. Енді бүгінгі күнге соңғы тапсырма, балалар, соңғы жаттығу. Жұмбақты дұрыс шешсең, жылы жаққа саяхаттайтын құстарды табасың. Міне, ұшаққа 3 құс саяхаттауға кетіп бара жатыр екен. Енді осыларды біз тауып, мына сөз жұмбаққа жазуымыз керек. Бірінші болып, ұшаққа қай құс кіріп жатыр екен? Бұл бізде қарға екен, міне қарға, қап-қара қарға құсы екен, Бұл жаңағы жыл құсы емес, бұл қыстап қалатын құс. Осы Қазақстанның бүкіл аумағында дерлік мекен етеді. Сондай қап-қара өз қарға деген құс өз қап-қара болады екен, бірден танимыз. Екінші, қарандар, бұл бізде айыр құйрық қарлығаш екен, Екінші қарлығаш екен.
Қарлығаш дегеніміз ол жыл құсы, иә, ол қыста бізде, күзде жылы жаққа ұшып кетеді да, көктемде қайтадан оралады екен. Жаз бойы біздің өз мекенінде болады екен де, одан кейін қайтадан жылы жаққа ұшып кететін құс екен. Бұл әдемі құстардың бірі, адамның досы деп есептеледі, иә. Үйлердің жаңағы ішіне ұяларын салады екен. Енді соңғы құс, мына бойы биік қандай құс екен? Бұл ақ бас тырна екен, иә. Ақ бас тырна деген қызыл кітапқа енген құстардың бірі. Бұларда тырналар негізі жалпы. Бұларда жыл құсы болады, балалар. Себебі тырналар күз кезінде ұшып кетеді да, көктемде қайтадан қайтып келеді, иә. Міне балалар, бүгінгі видео осымен аяқталды. Сендерге осы видеодағы жаттығуларды, осы бүгінгі тапсырмадағы жаттығулардың барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарийға пікірлеріңді жаза отырыңдар. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңдар.